Алдыңғы сабақтарда біз қосу кестесімен таныстық. Біз 2 санын қосуды үйрендік. 3 және 4-ті қосуды білдік. 5 және 6 сияқты сандарды қосу кестесімен таныстық. Біз 7, 8 және 9-ты қосуды білеміз. Бізде не шықты? Бізде қосу кестесі шықты, оны есте сақтау керек. Біз қайталаған барлық қосу жағдайларын бір шаршы түріндегі қосу кестесіне орналастыруға болады. Бір кесте түрінде қарастырайық. Біз бірінші ондық сандарымен жұмыс жасаймыз. Сондықтан кестенің екінші жартысы бүгін бізге қажеті жоқ. Біз оны екінші сыныпта өтеміз. Көлденеңінен және тігінен жазылған сандар, санды өрнектің бөліктері болатын бірінші және екінші қосылғыштар. Ал ортасында сандардың қосындысы жазылған. 5 санның қосылғыштарын атайық. 5 санның қосылғыштары 3 және 2, немесе 1 және 4. 7 санның қосылғыштары 2 және 5, немесе 4 және 3. Біз нені байқадық? Қосылғыштары тең, бірақ әр түрлі ретпен жазылған. Қосу кестесін қолдана отырып мысалдарды есептейік. 6-ға 2-ні қосса 8-ді аламыз. 5-ке 4 қосамыз 9 болады. 3-ке 7 қосамыз 10 болады. Осындай кестенің көмегімен мысалдарды қосу үшін ғана емес, сонымен қатар азайтуды да есептеуге болады. 7-ден 2-ні аламыз 5 шығады. 6 алу 4 2 болады. 10-нан 7-ні аламыз 3 шығады. Суретті қарайық. Бірінші табақта қанша қызыл алма жатыр? 4-еу. Екінші табақта қанша жасыл алма жатыр? 3-еу. Ал енді не болды? Себетте қанша алма бар екенін білу үшін қандай арифметикалық амалды қолдану керек? Қосу амалын. Қызыл алмалар санына жасыл алмалар санын қосамыз. Шаршы түріндегі қосу кестесін қолданайық. 3 қосу 4 7 болады. Жазайық. 3 қосу 4 тең 7.